Айсұлтан күтпеді, түсіндірмеді, жай ғана көрсетті. Жаңа фото. Жанында басқа қыз. Астында бір-ақ сөз. Мен бақыттымын. Бар болғаны сол. Бірақ соның өзі бәрін шайқап жіберді. Кеше ғана Айсажан мен Мөлдірді талқылап жатқан жұрт енді Айсұлтанды қайта көтере бастады. Міне, нағыз жауап. Сөзбен емес, іспен дәлелдеді. Мөлдір енді ойланып отырған шығар. Ол жыламады. Ол дәлелдеді. Сабырмен, стилімен, тыныш түрде. Айналып келіп өз орнын көрсетіп қойды. Ал қыз ше. Жаңа ару жұмбақ. Бірақ көздерінен бәрі көрініп тұр, екеуінің арасы шынайы. Бұл хайп емес. Бұл қайта туған өз-өзіне деген сенім. Айсұлтан үнсіз қалды. Бірақ дәл осы үнсіздік оның мықтылығының дәлелі. Мөлдір кетті. Айсұлтан артынан жүгірмеді. Себебі ол өзін жоғалтқан жоқ. Ол эмоциямен емес, ақылмен әрекет ететін жігіт. Ұнамай қалса да, ұнамайтынын бетке айтатын. Шынайылықтан таймайтын адам. Кететін адамды ұстамаймын. Менің жанымда қалғысы келетін адам өзі қалады. Бұл оның өмірлік ұстанымы. Айсұлтанның сөзі терең мағынаға ие болды, бірақ оның жүрегі ештеңе айтпады. Бәрі түсінікті болды, бірақ ол тыныш, сабырлы қалды. Қыздың жанына жақындап күлімсіреп тұрғаны, оларды бірге көрсеткені, ол тек осылай ғана бақытты екенін білдірді. Басында сұрақ туындады, бірақ уақыт өте келе, ол сүю мен бақыттың жай ғана бір сәт екенін түсінді. Әрине, алғашында бұл ауыр соққы болды. Ол неге мұндай қадамға барды? Не себепті бұлай? Бірақ уақыт шын мәнінде емдейді.